Анашым, қазір біз не жасаймыз? Бұл не? Қызым, бұл жеті шелпектің қамыры. Бейсенбі күні иіс шығарып, атадан балаға келе жатқан әдет ғұрыптарымыздың бірі жеті шелпек әзірлеу. Жеті шелпек ол нан тағамдарының түрі. Неге оның аты жеті шелпек? Оны неге жетіге бөліп атсыз? Оның жетіге бөлу өзінің аңыз, қызық, ертегі әңгімесі бар. Сен мына қамырды жайып отыр, мен саған сол аңыз ертегіні айтып берейін. Ертеде аңшы жігіт болады. Ол аңшы жігіт өзінің балапандарын асырау үшін, өзінің балапандарына тамақ тауып беру үшін тау тасты аралап, құстардың жұмыртқаларын әкеп тамақтандырады екен. Бір күні дәл солай аңшы жігіт жорыққа шығайын деп жатқан кезде ұйқысынан шошып оянады. Шошып оянады да келіншегіне айтады. Шақырып келіншегіне сен жеті шелпек пісіріп, мынау көршілерге таратып жіберші деп тапсырма береді. Сөйтіп өзі жұмыртқа жаңағы аң аулауға жорыққа шығып кетеді. Келіншегі аңшы жігіттің тапсырмасын орындап, жеті шелпек пісіріп, көршілерге жеті шелпек таратып береді. Бірақ осыны сезгендей қыран құс тауларға өзі жемтік іздеуге кетіп бара жатқан кезде өзінің балапандарын қорғау үшін тауларға тапсырып кетеді. Менің жұмыртқаларымды қорғап, егер біреу келетін болса менің ұяма, сен маған таулар ескерт, маған хабар бер, мен сол адамды ұяма тиіскен жанды құздан құлатып көзін ойып алайын деп айтып кетеді. Өзі жемтік аулауға шығып кетеді. Сол кезде қайтып біраз уақыттан кейін ұясына оралса, келгенде ұясында жұмыртқалардың жоқ екенін көріп, қатты ашуланып тауларға айтады: мен сендерге айтпап едім, ескертпеп едім, маған ескертіңдер, біреу келіп менің ұяма, менің жұмыртқаларыма тиісетін болса деп ренжиді. Сол кезде тау оларға айтады: мен қанша рет ескертуге тырыстым, бірақ жеті жағымнан жеті күш басып тұрды деп. Осыдан қызым, осы жеті шелпек деген, жеті шелпектің құдіреті деген, жеті шелпектің жеті бәледен құтқарады деген халық арасында аңыз әңгіме тарап кеткен екен. Анашым, аңыз ертегі өте қызық екен. Анашым, өз қолымыздан жасаған жеті шелпегімізді жейікші. Келе ғой қызым, кел, бисмилла деп, онда жеті шелпегіміздің дәмін көрейік. Ал көре ғой, бисмилла деп. Бисмилла. Дәмдісің ай. Еңбектің наны тәтті деген осы екен ғой.